Вот жігіттерін де қарасаңдар енді. Ақа ар жақтарға салмайды. Ақырға терішеді. А бұны тазалайтын балалар мына вот қолдармен терішеді. Қанша үйде. Сол себептен бияқтан үйден шыққаннан кейін жантылашып келіп еле мол жерге қойып, мол жерге үй өрбестен. Мысал үшін мол жақтарға салса болады да. Анан мындай коробкаларды дағы бертігілерде жеке ишкерлер чышташат. Бұда тақып тұр емес та, чоң коробкалар чыштап қойшы. Мына бір коробка тұрады, пустелі коробка почти. Bir mo taştan çelikli öyle eli olganda. Olda jeke ишкерлерне кылса чыштап кетилечи. Бұда тақып тұр емес. Ошондо mo жерге чоңгандарды ушул жерлерге салса, балдарга ыңгайсыздык жарамак эмес да негизичи. Тазалыктын балдары көрөп койсо ушундай таштын тугуна карабай иштеп тазалап беришет. Бул жактан алып койчу. Биз элементардуу таштандыны туура арытканды билбейбиз дагы. Анан бирдемке силе майда чүйдөгө киришпей эле кой, тиги будай эле сүйлөгөнү асман чапшыйт да. Тиги президент мындай кылса, мындай болмок, тигиндей кылса, тигиндей болмок, тиги бийлик, бул бийлик деп элечи. Биз ушундай майда чүйдө нерселерден баштасак туруп болмок. Анан жанагы жогору эрежелер боюнча дагы киргизсең айтасыңарбы? Зачем тебе майдаланып депчи. Ушу майда жагын өздөштүрүп алайлычы, анан кийин чоңураак нерсени сүйлөйбүз суранычы.